Армысыздар достар. Бүгін сіздермен Әсел. Менің кезекті рецебім бұл біздің кешкі ас. Бұл бізде ерекше вареники. Картошканы тұз бен суды қосып буға пісіріп алатын боласыздар. Келесі кезекте нанын илейтін боламыз. Нанның мөлшерін, пельменнің нанын қандай жасайсыздар, сондай қылып жасайсыздар. Онда мен илеп алдым. Бұған мен бір жұмыртқа қосамын. Себебі вареникиді мен суда пісірамын. Енді мына жерде суға мен жарты қасық тұз қостым. Тұздың мөлшерін өздеріңіз мөлшерлейсіздер. Вареник мөлшеріне қарай. Сонымен нан илейсіздер. Мен әрқашан біраз қасықтың көмегімен илеп аламын. Қолмен илегенді ұнатпаймын. Сонымен осы нанды біріктіріп, пельменнің нанын жасайтын боламыз. Нанымыз иленіп дайын болды. Нанның жұмсақтығы орташа болу керек, қатты болмау керек, жұмсақ болмау керек. Себебі орташаны жайған кезде өте ыңғайлы болады сіздерге. Бұл енді нан біраз иіқану керек, бір 5-10 минут тұру керек. Сол себепті нанды осылайынан не салафанға орап, не осы илеген ыдысыңызды төңкеріп қойсаңыздар болады. Келесі кезек бізде сәбізді осы терка арқылы өткізіп аламыз. Чеснокты турап аламыз. Бұны біз қуыратын боламыз. Алдын ала бәрі дайын болып тұру керек. Бізде вареники пісіп болғаннан кейін бірге оны араластыратын боламыз. Біздің картошка пісіп дайын болды. Бұл картошкаға енді бұның бойында тұз бар, тұз қоспаймын. Қара бұрыш қосамын мөлшермен. Біраз ғана осыны толчонка жасаймын. Үстіне жаңағы туралған сарымсақты қосып тағы да біраз араластырамыз. Мен сарымсағымды салып алдым. Енді бұны біраз араластыратын боламыз. Нанның еді қанып дайын болды. Бұны енді оқтаудың көмегімен пельменнің қалыңдығы қандай болады наны, сондай қалыңдықта нанды жайып аласыздар. Мен нанымды жайып болдым. Мен енді мына кальсонның көмегімен нанды домалақ қып қиятын боламын. Нан толығымен кесіліп дайын болды. Бұны енді түйеміз. Осылайынан толығымен түйіп шығасыздар. Біздің нан кеуіп қалмау үшін бетін салафан мешочкпен жауып қоямыз. Себебі нанның құрамында жұмыртқа бар. Мен мына жерде сарымсақ пен сәбізді қуырып жатырмын. Біраз ғана қуырасыздар. Енді суға пісіп болған вареникімізді осының үстіне саламыз. Вареники салмас бұрын чеснок салып жіберемін. Чеснокның пикантный дәмі берілу үшін. Осымен болды. Пісқан вареникімізді осыған салып бір араластырып аламыз. Сонымен біздің вареники дайын.
Мынау менің ана жолы қатырған менің зеленім. Менде зелень әрқашан бар. Бутылкаға осылай турап қатырып аласыздар. Өте оңай, жылдам. Кез келген тамақтың түрін келтіреді. Мына менде кезекте укроп. Осы аскөктерді қалай сақтау керек, жасау керек тәсілі менің YouTube каналымда жеке видео түсірілген. Сонымен біздің кешкі ас дайын. Қараңыздаршы, мынандай әдемілікті. Өте тез, жылдам әрі дәмді. Осы видео ұнаса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, комментарий жазып өтсеңіздер болады. Сіздерге көп рахмет. Бүгін сіздермен болған Әсел.